Кешкі Алматы. Міне Алматының ең әсем жерінде отырмын, демалдым. Фонтанның жанында. Балалар ана жақта. Мен мына жерде мына аллеяны, Тағзым аллеясының ортасында көріп, барлығын түсіріп қайтып бара жатырмын. Қонаева Тамыз Салдарбек осы ғимаратты керемет әдемі. Сол кісі еңбегі орасан зор ғой. Мына әкімшіліктің мына жағында, мына Фурманова көшесі, ар жағында бұрын военный час болған. Мынаның жоғар жағында ана жерде Назарбаевтың резиденциясы бар болатын. Қазір ол жерде, білмеймін, ол жерге парк салып жатыр, соны барып арнайы көру керек екен. Баяғы қаңтардағы болған қанды оқиғада өртеніп кетпеді. Сол, достар. Шағын сендерге Алматының әсем көшесінің бойынан сендерге шағын видео.